Сәлем, достар. Бүгін біз баршамызды алаңдататын өзекті мәселені талқылаймыз: артық салмақтан арылу. Оны қалай тез, қауіпсіз және тиімді түрде жасауға болады? Егер сіз салмақ тастауға қатысты нақты кеңестер мен мотивация іздесеңіз, дұрыс жердесіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бір бөлім: артық салмақтың негізгі себептері. Салмақтың жиналуының басты себептері. Бір қате тамақтану. Калориясы жоғары, майлы және тәтті тағамдарды жиі пайдалану. Жеміс-жидектер мен көкөністердің аздығы. Екі қозғалыстың аздығы. Отырықшы өмір салты метаболизмді баяулатады. Стресс пен ұйқының жеткіліксіздігі. Күйзеліс гормондары, кортизол, артық салмақ жинауға әсер етеді. Созылмалы аурулар немесе гормоналды бұзылулар. Қалқанша безі, диабет сияқты аурулар салмақтың артуына ықпал етуі мүмкін. Екі бөлім: салмақтан тез әрі қауіпсіз арылудың тәсілдері. Тиімді әдістер. Бір тамақтану тәртібін өзгерту. Қант пен тез сіңетін көмірсуларды азайтыңыз. Рационыңызға белокқа бай тағамдарды, тауық еті, балық, жұмыртқа және жасымыққа бай көкөністерді, қияр, брокколи, салат жапы. Күніне 5-6 рет аз мөлшерде тамақтаныңыз. Екі физикалық белсенділік. Күніне кемінде 30 минут белсенді болыңыз: жүгіру, жүріс, фитнес жаттығулар. Бұлшықеттерді нығайту үшін күш жаттығуларын қосыңыз. Суды көбірек ішу. Күніне 2-5 литр су ішіңіз. Су метаболизмді жылдамдатады және аштықты басады. Ұйқы және стресс. Кемінде 7-8 сағат ұйықтауға тырысыңыз. Күйзелісті азайту үшін йога немесе медитациямен айналысыңыз. Мотивацияны сақтау. Өзіңізге нақты және қол жеткізуге болатын мақсат қойыңыз. Прогресті күнделікті өлшеп жазып отырыңыз. Бөлім: жиі кездесетін қателіктер. Артық салмақтан арылу барысында жіберілетін қателіктер. Диетадан барлық тағамды бірден алып тастау. Бұл ағзаға стресс әкеліп қайтадан салмақ қосуға себеп болуы мүмкін. Шамадан тыс жаттығулар жасау. Демалыста маңызды. Дәрілерді немесе сиқырлы диеталарды пайдалану. Олар денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Қорытынды. Артық салмақтан арылу үшін тұрақты және сау жолды таңдаңыз. Бұл дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, ұйқы мен психикалық денсаулықтың үйлесімі. Нәтиже уақытты қажет етеді, бірақ сіз дұрыс жолда болсаңыз, міндетті түрде жетістікке жетесіз. Пікір қалдырыңыз: сіз салмақ тастауға қатысты қандай әдістерді қолданып көрдіңіз? Біздің кеңестеріміз сізге пайдалы болды ма? Пікірлерде бөлісіңіз. Біздің арнаға жазылып лайк басыңыз. Сіздермен болған пайдалы кеңестер арнасы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.